Сәлем достар, сіздермен бірге Баха Gaming және бүгін PUBG Mobile Lite ойын ойнайтын боламыз. Бұл PUBG Mobile Lite ойыны PUBG Mobile'дың жеңілдетілген түрі. PUBG Mobile'дан айырмашылықтары, графикасы, ойындағы кейбір заттар жоқтығы және сол сияқты бір-екі-үш минустар бар. Бірақ бұл ойынның қызық емес және ойнаудың қажеті жоқ ойын деп санауға болмайды. Бұл ойында көптеген локациялар бар. Мысалы, мектеп, ауыл, кемелердің тұрағы, многоэтажкалар, сондай сияқты көптеген ойнайтын алаңдары бар. Машиналар бұл ойында мотоцикл, Жигули, Баки және БТР. Самолет түсетін кездегі және вертолет. Бұл ойынның графоны маған ең ұнайтын жері. Бұл ойын Free Fire'дан өте қатты ерекшеленеді. Адамдардың жүгірісі, адамдардың біз көретін жері, бұл от третьего лица ойнаймыз. Ал Free Fire'да от третьего лица издалека ойнаймыз. Жүгіруі, тағы да басқа атуы, жатуы, оқтауы, соның бәрі Free Fire'дан аса қатты ерекшеленеді. Үйлердің құрылысы, оқтар, автоматтар, сол сияқты көптеген айырмашылықтар бар. Бұл ойынды көбінесе Үндістан, Россия, шығыс, батыс жақтардағы елдер ойнайды. Европа бұл ойынды басым ойнайды. Екінші орында Үндістан, үшінші орында Россия. Қазақстан бұл ойынды аса қатты ойнамайды. Бұл ойынның Free Fire'дан ең үлкен айырмашылығы бұл логикасы мен физикасы. Машина жүріп баратып, машинадан секіріп кетсе өліп қаласыңдар. Вертолет ұшып баратып, секіріп кетсеңдер, парашютпен қонасыңдар. Жүгірген кезде бірінші тоқтап, потом жүгіреді. Кішкене задержка бар. Және сол сияқты мұндағы логикалар өте көп. Машинадан шығып тұрып атуға болады. Машиналарда тормозы, ускорениясы бәрі шын өмірден алынған. Егерде сіздің тиммейтіңіз микрофонын қоспай отса, звуковой чатты қоспай отса, мұнда әдейі сообщение сияқты чат бар. Оны таңдап кәдімгідей жазуға болады. Аптечкалар неше түрлі, энергетик жанды толтырып және жүгірісті тездетеді.
мұндағы режимдер екіге бөлінеді. Классика ол тек батл роял. Батл роял 60 адам бір картаға түсіп, сол жерде атысуы. Ал аркадалар екінші ол аркадалар. Аркадалар мұнда төртеу. Біріншісі КБН, командные битвы на смерть. Екіншісі вертолеты бар батл роял. Үшіншісі войнада ол кішкентай зонаға самолеттан түсіп, әр сайын возрождаться етіп командамен атысу. Төртіншісі бұл РПГ война. Мұнда тек қана ракетницалар болады, ракетницалармен атысу. Тағы да егерде бір карта ішіңізді пыстырып кетсе, екінші картаны бастырып алса болады. Екінші карта PUBG Mobile'да жаңадан шыққан карта. PUBG Mobile Lite'да да ол бар. Оны бөлек скачать етіп ойнай берсе болады. Бұл ойын тек қана Android устройстволар ғана басылады. iOS устройстволарда бұл ойын әзірше жоқ. Себебі бұл ойын жақында ғана шыққан. Егерде қызық болып ойнағыңыз келіп жатса, Android телефон болса, басып ойнауға болады. Сіздермен болған Баха Гейминг BS. Осымен ролигіміз аяқталады. Лайк, подписка және егерде менің видеоларым қызық болса, бірінші болып менің видеоларым көргіңіз келсе, колокольчикті да басуды